Сәлем қыздар, мен сіздермен бүгін ең дәмді әрі тез дайындалатын борщтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. Ең алдымен етімізді суға салып, қайнатып, әбден көбігін алып дайындаймыз. Одан соң керекті заттарымызды дайындап қоямыз, және де осылай пиязды майда бөлшектерге бөліп турап аламыз. Мен бұл жерде 2 пияз қолдандым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Одан соң теркамызды алып, сәбізімізді өткізіп аламыз. Мен кішкене ірілеуінен өткіздім. Одан соң 2 штук жаңағыдай чесногымызды алып, осылай тағы да майда бөлшектерге бөліп турап аламыз оны да. Одан соң табамызды қыздырып, үстіне сұйық май құйып, сұйық майымыз қызған соң жаңағы майдалап туралған чесногымызды алдымен, одан соң пиязымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Кішкене қуырылған соң үкіштен өткізілген сәбізімізді үстіне саламыз, және де оған қалауымызша тұз қосамыз. Кішкене араластырған соң үстіне қалауымызша томат пастасын қосып, тағы да араластырып аламыз. Одан соң келесі жаңағы капустаны алып, осылай ұзынша етіп турап, өзіміздің қалауымызша аламыз капустаны да. Бұл жерде мен көз мөлшермен қолдандым. Сіздерде солай көз мөлшермен капустаны алсаңыздар болады. Одан соң жаңа қайнап тұрған қазаннан сүзіп алып етімізді, осылай өзіміздің жаңағыдай керегімше турап аламыз еттерімізді дайындап. Ол турап болған соң жаңағы қуырылған пияз, сәбіз, чесногымызды қайнап тұрған сорпамызға салып, кішкене араластырамыз. Одан соң кірісеміз жаңағы қызылшаға. Қызылшаны үкіштен өткіземіз осылай. Үкіштен өткізіп болған соң жаңағы қайнап тұрған қазанымызға саламыз. Салған соң бір араластырамыз, және де қайнағанын күтеміз. Одан соң жаңағы ұзынша етіп туралған капустамызды үстіне салып жібереміз, және де астын басып кішкене қайнатамыз. Ол дайын болғаннан кейін үстіне жаңа туралған етімізді салып, одан соң картобымызды салып, дайын болған күтеміз. Одан кейін осылай ыдысымызға құйып, үстіне өзіміздің қалауымызша укроп салып ұсынатын боламыз.